Рамазан айының бір күнінен сәлем. Яғни март айындағы сериалымыз. Бұл жерде біздер карта желания істедік. Мен әр жылы карта желания істеймін, себебі өмірім өзгерту үшін көп курстарды оқығанмын. Қолымнан келгенше hammasini amalga асыруға hareket етіп жатырмын. 12 айға 12 сериал челленджімді давам етуде қатты қиналып жатырмын, себебі уақыт маған ұлыма жетпей жатырды. Видеолар бір-біріне ұйқаспай жатырды. Хаттекі не деудан білмей жатырмын видеоларды. Бұл айда өзіме осындай шамларды заказ еттім, һәм де нокуске жібергенмін. Осының бәрі сатылып кеткен. Және мен Каппадокияға демалуға подружкаммен шыққанмын. Каппадокия, білесіз, тарихи бір қала болып есептелінеді. Бұл жердің милли ауқаты күзеде піскен ет болып есептелінеді. 40-50 градуста 1 сағатта піседі. Каппадокияның манзарасы, тарихы жүда бай болып есептелінеді. Біздер бұл жақта концертлерге, һәм де әр түрлі жастар бап партияларға барғанбыз. Бұндай затларды көрмеген мен Нукус районының қызы Фарида, аузым ашылып тек қана адамдарды көріп отырғанмын. Каппадокияда 3 күн қалғанбыз. Күнлік отель бағасы $100 болып есептелінеді. Яғни 3 күн үшін мен $150, подружкам $150 төлеген. Бұл күзеде піскен ауқаттың бағасы 250 мың сом. Һәм күнде жесең күнде тоймай тұрғандай мазалы ауқат. Біздер айс дейді осындай шампанский қылып ішіп отырдық. Ресторанның подвалында неше мың асырлық осындай шараплар бар екен. Түркияда жерде шай ішу, ауқатлану мода. Кейін 180 мыңға сафари турына кетті. Джип сафаридан келіп болғаннан кейін осындай айтып кешкі асқа шықтым. Каппадокияның негізгі мақсаты хауа шарларын көру. Біздер хауа шары үшін сағат таңғы 4-те кеткенбіз, бірақ ол күні хауа бұлтлы болған үшін хауа шарлары ұшпаған. Кейіннен болса біздер подружкамызбенен ат мінуге шықтық. Ат сафарінің бағасы да 180 мың сом болды. 1 сағаттай атпен айланып болғаннан кейін біздер және отельге барып, киініп, сондай фотосессия қылуға шықтық. Фотосессиямыз зор болып өтті. Кейін және күзеде көшу үшін ауқатлануға келдік. Бұл біраз қымбатлау екен, 250 мың төледік. Және төсекте аяқ киімдерімізді шешіп, жерде отырып ауқатландық. Одан кейін осындай сувенирный аксессуар алу үшін келдік. Кейін қатты шаршап, осындай джакузиміз толтырып, демалдық. Ертесі күні және баллонларды көруге кеттік. Бұл сапар баллонлар ұшты, наконец-то. Көз алдыңызда осындай бір мощный манзара шықты. Ең ақырғы завтрагымызда осындай болып өтті. Одан кейін болса Анкараға үйімізге қайттық. Турчанка подружкамды қара шайға үйреткенім аздай, өзі шайды демлеп, шай құйып беретін болды. Осындай нахан попкорнды алып киноға кеткенбіз. Кино жүда қызықлы еді. Хаттекі актер келіп, Фарида кепті ғой деп сәлемдесуге кеп кетті. Одан кейін подружкам менен және біздер кальян ішуге кеттік. Кальянда осындай айтып, біздердің атымыз жазып қойыпты. Қош келдің Фарида Айше деп. Осындай болып, біздер Анкарадан және Бартинімізға кеттік. Бартин Анкарадан 5 сағат ұзақлықта. Біздер жолда осындай мощный көш сататын жерде тамақланып аламыз. Үйіме келе сала осындай мощный өзімнің түтінларымен түтетті. Біздер Бартинда оқимыз, негізінде Анкарада жасаймыз. Универімізде күнде тамақлануға болады. Бар жоғы 15 мың сом береміз. Һәм де күнде осындай мощный ауқатлар аламыз. Бүгінгі менюда тауықлы палау бар еді.